Он саусағын асықты. Алсы тәйкі бүшір. Алқаметке досым, қызықты ойын болсын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қараңдаршы, менің қолымда не бар? Қоржын. Бұл қоржында не бар деп ойлайсыңдар? Бұл не? Себеп. Бұл қай малдан алынады? Айтты, білесіңдер ме? Қойдан асық жілігі, иә? Осы асық жіліктен біз не аламыз? Сендердің қолдарында не бар? Асық бар. Ол асықты біз алып, тазалап, жуып, қайнатып, кептіріп, сендерге ойнауға береміз, иә? Олай болса, асықпен қандай ойындар білесіңдер ойналатын? Қалапай, асық ату. Жарайсың. Қазір біз сендермен асықпен ойналатын қазақтың ұлттық ойынның бірі хан талапай ойын ойнаймыз, иә? Талапай-ау талапай, басталды ойын алақай дегенде ойынды Талапай-ау талапай, басталды ойын алақай. Кімге түседі, сол ойынды бастайды. Жарайды. Керек. Балалар, сонымен біз хан талапай ойынын ойнадық, иә? Енді кімге қанша асық бар екен, кім жеңімпаз екен анықтайық, иә? Әділбек, қане неше асық жинадың өзіне? 4 асық. Келесі Ерсұлтан неше асық? 1, 2, 3, 4. Жарайсың. Самат. Райыс, сенде неше асық? 4 асық. Жарайсың. Дидар неше асық? 3 асық. Батырхан, сенде неше? Жарайсың. 2 асық. Мағжан, сенде неше асық? 1, 2, 3. Сонымен бүгінгі көп асық жинаған кім екен бізде? Батырхан. Неше асық екен? 5 асық. Жарайсың балалар. Балалар, қазір біз сендермен қазақтың ұлттық құндылықтарына негізделген шыр ұлттық ойынын ойнаймыз. Жасау көк. Кімге түсеміз ба? Қане, 1, 2, 3. Ойна, асықтарды орналастырайық. Жарайсың, жинап. Келесі Райыс. Ал.